Қыздар, бүгін сіздермен күшті эксперимент жасап көрейік. Алдында таза порошогын Каспийден заказ берген болатын, осылай сабынымен келген болатын. Ең алдымен мінекей газымның түрі әдемі болып тұр екен. Үстіне осылай порошоктарымызды салып аламыз. Және бірінші мен осылай көздерін басқа ыдысқа салып алдым. Қазір оны да жуатын боламыз. Осылай порошокты үстіне сеуіп шығамыз. Толығымен көздерінің іші де майға толып қалған. Алдында тазалай алмай жүредім, жақсы болды. Осылай салып қойдым. Қазір енді ыстық су құйып көрейік, қалай тазалап шығатынын. Ешқандай да перчатка пайдаланбаймын. Қолыма реакция бермейді, өткені эко порошок болғандықтан ешқандай да аллергия тудырмайды. Осылай құйып қоясыздар 5 минутқа, және осы менің газдың көзіне де осылай бір қасық порошок салып қойдым. Қараңыздар, күшті реакция жүріп жатыр. Енді мінекей осылай газымызды тазалауға көштім. Ешқандай да күш түсірмей, қырғыш пайдаланбай, осылай тек сыпырып, жуып ала қойдым. Қараңыздар, енді тап-таза болды ғой, қыздар. Осылай сіздер де Каспийден заказ берсеңіздер болады. Мінекей мынаны қасықтың көмегімен алып жатырмын ғой, татабы. Осылай тек майлықпен сүртіп аласыздар. Қараңыздар, тап-таза болып шықты. Таза өнімін осылай сіздер де Каспийден заказ беріп алсаңыздар болады.